Бодо Шефер. Төбеттің аты Мани. 14-ші тарау. Инвестициялық клуб. Түскі астан кейін Моника, Марсель, мен және әрине Мани Трумф ханыммен кездестік. Біз келгенше кемпір дөңгелек үстелді жасыл дастарханмен жауып, үстіне көне шамдар қойып, оған орнатылған 6 майшам жағып қойыпты. Бұл әлдебір мерекелік салтанат дарытатындай. Әрқайсымызға кішкене қалтамен конверт дайындапты. Трумф ханым бізден әзір ештеңеге қол тигізбеуімізді өтінді. Біз бұдан әрі не болатынын үлкен қызығушылықпен күттік. Біз алғашқы инвестициялық отырысымызды ашамыз, деді Трумф ханым. Және ең алдымен біздің топтың атауы қалай болады, соны ойластыруымыз керек. Оның ұсынысы құнарлы топыраққа түсті. Бізде идея көп еді. Ақша сарайы мен алтын тауық, сиқыршының шәкірттері және Дукатовтар шайтандары, басқа ұсыныстар да болды. Арман инвестициялық тобы, алтын төрттік, ақша зымыраны және Кимамо Трумф. Бір қарағанда жұмбақ тау көрінетін Кимамо сөзі біздің есімдеріміздің алғашқы 2 әрпінен құралған. Соңында біз Мониканың ұсынысынан жақсысы жоқ деп шештік. Ақша сиқыршылары. Біз сиқырлы формуламызды білсек, ақша өз-өзінен келе беретіндей көрдік. Ақшаны жақсы көретініңді және оның болғанын қалайтыныңды шешу. Өзіңе сену, идеяларға ие болу және өзіңе ұнайтын нәрсені жасау. Ақшаны күнделікті шығындарға, тілектерді орындауға және алтын тауық шотына бөлу. Ақшаны ақылды түрде салу. Мұның бәрінен ләззат ала білу. Біз дайындалған қарындаштарды алып, қалташаларымызға ақша сиқыршылары деп және өз аттарымызды жаздық. Марсель күлді. Оны алтын сиямен жазатын қарындаштар қызықтырған. Содан кейін қалғандарымыз да күлдік. Трумф ханым осының бәрін ойластырған. Енді ол бізге қалталарды ашуға рұқсат берді. Бірінші бетке біз сиқырлы формуламызды жаздық. Осыдан кейін ол өте байыпты түрде. Біздің инвестициялық топтың жетістігіне сенімді болу үшін бізге белгілі бір ережелер қажет. Мен оларды 2-ші бетке жаздым, деді. Біз парақты аударып оқи бастадық. 1. Кездесулер айына 1 рет өткізіледі. 2. Оларға қатысу міндетті. 3. Әркім өз үлесін өзімен бірге қолма-қол ақшамен алып келеді. 4. Сен өз үлесіңді ала алмайсың, өйткені біз алтын тауықтың өскенін қалаймыз. 5. Барлық шешімдер ұжымдық түрде қабылданады. Біз ай сайын кездесулеріміз өтетін күнді белгіледік және әрқайсысы айына 50 евро төлейді деп шештік. Бұл сома бәріміздің қолымыздан келеді. Марсель екеуміз өте жақсы ақша тапқанбыз. Ал Моникада күнделікті жұмсауына деген қалта ақшасы өте көп. Біз бәріміз бірге есепшот ашуымыз керек. Оны тек бірге басқара аламыз. Біз барлық шешімдерді жаздық, бірақ тосын сыйлар мұнымен аяқталған жоқ. Трумф ханым. Мен сендердің батылдықтарың үшін қандай алғыс айтсам екен деп ойландым. Бұл менің сендерге жасаған сыйлығым. Енді конверттерді аша аласыңдар. 2 рет қайталаудың қажеті болған жоқ. Біз өз көзімізге сенер-сенбесімізді білмедік. Әр конвертте 500 евро бар екен. Біз оның ризашылығын қалай елестетсек те, біздің ешқайсымыз мұндай сумаға сенбедік. Менің басым тіпті сәл айналып кетті. Мен мұндай ақшаны ешқашан көрген емеспін. Біз мұндай сыйлықты қабылдай алмаймыз, деді Марсель. Біз ерекше ештеңе жасаған жоқпыз ғой, деп қолдады оны Моника.
Трумф ханым бұған басқаша қарады. Сендер маған үлкен жақсылық жасадыңдар. Егер олар тек ақша ұрласа, бұл мені онша қатты ренжітпес еді. Бірақ күйеуімнің сыйлаған әшекейлері мен үшін өте қымбат. Мен оларды таққан кезімде әрқашан күйеуіммен бірге болған ең әдемі сәттерді еске аламын. Мен өзімді ыңғайсыз сезіндім. Бірақ Трумф ханымның бізге бұл ақшаны беруі қаншалықты маңызды екенін сезіндім. Сондықтан мен тұрып барып, оны құшақтадым. Мүмкін оны көптен бері ешкім құшақтамаған шығар, өйткені ол қатты әсерленді. Моника маған бірден қосылды. Мен Марсельге иек қақтым. Ол да бізге қосылды. Трумф ханымға алғыс білдіріп, біз қайтадан үстелге отырдық. Кемпір өте риза болып көрінді. Біз ұзақ уақыт бойы 500 еуролық вексельдерді қарап шықтық. Байлық. Сонымен, біз 10.000 евро инвестициялай аламыз, деп қорытындылады Трумф ханым. Ол да өзінің 2,5 мыңын қосқысы келді. Оған қоса, әрқайсымыздан айына 50 евро, яғни 200 евро ғана. Бұл жылына 2400 евро. 6 жылдан кейін бізде 24.000 евро болады. Бірақ біз бұл ақшаны іске қосқымыз келетіндіктен кейін одан да көп болады. Сонда қанша? Мониканың білгісі келді. Мен мұны кейінірек айтамын, деп жауап берді кемпір. Енді біз бірлескен шот ашып, оған ақшамызды салу үшін банкке асығуымыз керек. Кім жақсы банкирді біледі? Мен білемін, дедім бірден. Біз ақшамызды алып, банкке бардық. Әрқайсымыз үстелге 2,5 мың евро қойғанда, Хайнен ханым таң қалды. Ол біздің идеямызды керемет деп тапты. Ол шотты ақша сиқыршылары деп атады. Бұл атау банктың шот көшірмелерінде де болады. Барлығы кетуге дайындалып жатқанда, мен Хайнен ханымға бірдеңе айту үшін тағы 1 минут кідірдім. Мен оған мектеп жиналысында сөйлеу туралы шешімім туралы айттым. Кассир маған мақтанышпен қарады. Бір кештердің бірінде ол менімен бірге дайындық жасау үшін біздің үйге келеді деп келістік. Мен басқалардың соңынан жүгіріп, көп ұзатпай қуып жеттім. Көшеде бірге жүру керемет болды. Біз ақша сиқыршыларымыз. Моника бізге бір-бірімізді осылай атауды ұсынды. Бұл Марсель үшін тым әсіре болып көрінді, бірақ Моника айтқаннан қайтпады. Мыстан кемпірдің үйіне оралғаннан кейін біздің алғашқы сабағымыз басталды. Біз өз ақшамызды қалай салғымыз келетінін шешуіміз керек еді. Біз үстелдің айналасына жайғасқасын, Трумф ханым сөзін бастады. Ақша салу көптеген адамдар ойлағаннан әлде қайда оңай. Шынында да біз тек 3 жағдайды ескеруіміз керек. Мен оларды 3-ші бетке жаздым. Біз 3-ші бетте қалталарды ашып оқыдық. 1. Менің ақшам ұрма тәуекелі ең аз болатын мүмкіндікті ойластырып салынуы тиіс. Дұрыс, деді Марсель. Әйтпесе ақшамыз жылап жоғалады ғой. Міне, деп қоштады Трумф ханым. Мен келесі тармақты оқыдым. 2. Менің ақшам көп алтын жұмыртқа әкелу керек. Трумф ханым түсіндірді. Біз әрине мүмкіндігінше көп пайыз алғымыз келеді. Сондықтан ең жоғары пайызды кім төлейтінін іздеу керек. Сонымен қатар, акциялар мейлінше мол пайда әкелетінін қарау керек. Тек соңғы тармақ жетіспеді. 3. Біздің инвестициялар жақсы түсінетіндей болу керек. Оларды қайтару оңай болу керек, деп толықтырдым мен. Банктік шот сияқты, деп қосты Трумф ханым. Бәрі ойнап тұрғандай оңай болу керек. Моника мұны ерекше маңызды деп тапты. Ол бәрін түсіне алмаймын-ау
деп ептеп қорқады. Демек, біз акцияларға ақша саламыз, деп қорытындылады Марсель. Ал акциялар дегеніміз не? деп анықтады Моника. Марсель оған менсініңкіремей қарады. Бұл кез келген балаға белгілі ғой. Трумф ханым оған қарады. Жарайды онда, жолың болғыр. Моникаға түсіндірші енді. Оңай, деп бастады Марсель. Акциялар бұл қашан биржадағы адам алып сатарлық жасаған кезде мұнда ол қатты қызарып үнсіз қалды. Кемпір көңілді түрде. Бұл көптеген ересектер үшін де проблема. Бәрі де акциялар туралы бірдеңе естігенмен, бірақ оның не екенін некен саяқ адам ғана біледі. Мойындауым керек, акция сөзін естігенмен бұл туралы ештеңе білмеймін. Елестетіп көріңізші, деп жалғастырды кемпір. Марсель өзінің тоқаш жеткізуші кәсіп орны үшін 2,5 мың евроға компьютер сатып алғысы келеді. Бұл оның жұмысын жеңілдетіп, көп уақытты үнемдейтін еді. Бірақ ол оған өз ақшасын жұмсағысы келмейді. Бұл жағдайда ол қарызға ақша алады. Мұны банкте жасауға болады. Оны несие алу деп атайды. Несиені қайтару керек бірақ. Тіпті оның үстіне тиісті пайызын төлеу керек. Егер сен ештеңе қайтарғың келмесе, онда тағы бір мүмкіндік бар. Ол сендерден оның фирмасына ақша берулеріңді сұрайды. Бұл жағдайда Марсель сендерге ештеңе қайтармайды және пайыз төлемейді. Сендердің әр қайсыларың оған 800 евро бересіңдер. Неге біз оған ақша береміз? деп сұрады Моника абдырап. Міне, ең қызығы осында жатыр, деп жауап берді Трумф ханым. Сен оған ақша бересің, өйткені бұл саған пайдалы. Егер сен Марсельдің серіктесі болсаң, бұл мәнісі бар шаруа болғаны. Сонда қалай болады бұл? деп сұрадым мен. Мысалы, сендер әрқайсың оның фирмасының 10%-на иелік етесің деп келісе аласың. Марсельдің фирмасы айталық 10 мың евро тұрады. Оның құнын қайдан білеміз? деп сұрады Моника. Баға адамдардың ол үшін қанша төлеуге дайын екеніне байланысты, деп түсіндірді Трумф ханым. Марсель бірден идеяға ие болды. Мүмкін менің фирмамды жаңа клиенттер тарту үшін басқа наубайшы сатып алатын шығар. Өйткені олар одан тек тоқаш сатып алмайды. Демек, бұл оған тиімді болады. Трумф ханым басын изеді. Сен нағыз кәсіпкерше ойлайсың, деп мақтады ол. Марсельдің жүзі жайнап кетті. Ал Трумф ханым сөзін жалғастырды. Егер ол өз фирмасын сатқысы келсе, және біреу оған 10 мың евро төлесе, онда Марсель өзінің 80%-ын, яғни 8 мыңын алады. Сендердің әрқайсыларың 10%-дан, яғни 1000 евро аласыңдар. Демек, мен оған бергеннен 200 евро артық аламын, деп қуанды Моника. Сен қандай ақылдысың, деп күлді Марсель. Ал Моника оған жазғыра қарады. Бірақ, дедім мен, егер фирма сатылса ғана, мен осы оқиғадан бірдеңе табамын ғой. Олай емес, деді Трумф ханым. Мүмкін біреу сенің үлесіңді сатып алғысы келер. Сонда сен оны сатуға келісетін бағаны өзің белгілейсің. Өйткені олар болашақта оны қымбатырақ сатуға болады деп сенсе ғана сатып алады. Бұл күн сайын биржаларда болатын оқиға. Биржалар бұл әртүрлі фирмалардың меншік үлестерін сататын және сатып алатын адамдар кездесетін орын. Олар әрқашан өз үлестерін сатып алған бағасынан гөрі қымбатырақ сата алармын деп үміттенеді. Бірақ мұны нақты білу мүмкін емес қой, дедім мен. Дұрыс, деп келісті Трумф ханым. Бірақ Марсельдің фирмасында оның бағасын көтеруге мүмкіндік беретін нәрсе бар ма, деп болжауға болады.
Бірақ менің фирмамның бағасы көтерілсе, сенің 10%-лық үлесің де қымбаттайды ғой, деді Марсель. Баға одан әрі өседі деп үміттеніп, сатып алушы жағдайға байланысты одан да көп төлей алады. Мен оған құрметпен қарадым. Мұндай нәрсені қалай тез түсінесің? Біздің бұл жігіт жарады, деп Трумф ханым Марсельді мақтады. Бұл жұрттың бәрі оңай түсіне қоятын нәрсе емес. Мысалы, маған бұл оңай емес, деп шағымданды Моника. Бұл акциялардың жақсысы, деді Трумф ханым. Өз фирмаңды құрудың қажеті жоқ. Сен жай ғана кейбір фирмадан меншік үлесін сатып ала аласың. Ол үшін акцияларды сатып алу жеткілікті. Мен басқаларға өз ақшаммен жұмыс істеуді тапсыра аламын, деп қуанды Моника. Бірақ маған бәрі түсінікті емес еді. Ал егер ешкім менің фирмалардағы меншік үлесімді сатып алғысы келмесе ше? Демек, біреу сатып алуға дайын екенін айтқанға дейін бағаны төмендету керек. Сатып алушы әрқашан бар. Мәселе тек ол қандай баға төлеуге дайын, деп түсіндірді кемпір. Демек, мен бір күні ақшамды жоғалтуы мүмкін ғой, деді мен ренжіп. Бұл жағдай маған ұнай қойған жоқ. Солай, деді Трумф ханым. Бірақ сен сатқан жағдайда ғана жоғалтасың. Егер сен өз үлесіңді сатпасаң, онда болашақта ол үшін көбірек төлеуге дайын сатып алушы болуы мүмкін. Оған дейін мен ешқандай пайда көрмеймін бе сонда? Сен барлық кірістен өз үлесіңді аласың, деді Трумф ханым. Егер пайда бар болса, ол әрқашан меншік үлесіне иелік ететіндер арасында бөлінеді. Бұл дивидендтер деп аталады. Демек, Марсель өз табысын бізбен үнемі бөлісуі керек пе? Деп қуанды Моника. Фирмалар әдетте жылына бір рет қанша пайда тапқан есептейді. Содан кейін бұл ақшамен не істеу керектігі туралы шешім қабылданады. Мысалы, фирманың жақсы жұмыс істеуі үшін ақшаның бір бөлігі жаңа жабдыққа жұмсалуы мүмкін. Ал екінші бөлігі меншік үлесіне иелік ететіндердің барлығына бөлінеді. Мұны кім шешеді сонда? Моника қызығушылық танытты. Я, меншік үлесіне иелік ететіндердің барлығы. Шешім көпшілік дауыспен қабылданады. Бұл акционерлер жиналысы деп аталады, деп түсіндірді Трумф ханым. Марсель білуге тиіс нәрсенің бәрін мен біліп отыруға мәжбүр болмауым өте жақсы, деп қорытындылады Моника әңгімені. Сонымен бірге, мен онымен бірдей ақша таба аламын. Бұл даналық. Бірақ сен компанияның өзі туралы көп білуің керек, деп қосты мен тағы да ақша салудың 3 ережесі бар параққа қарап. Сіз бізге айтқанның бәрін байыптағанда, акциялар маған онша сенімді емес сияқты көрінеді. Және олар туралы бір нәрсені түсіну оңай емес. Олармен айналысу да оңай емес. Тек екінші ереже орындалатын сияқты. Ол жоғары пайда. Егер сен акцияны өзін сатып алсаң, солай болады, деп құптады Трумф ханым. Бірақ сен басқаларға меншік үлесін қай фирмалардан сатып алу керектігін таңдауға нұсқау бере аласың. Бірақ мұның бәрін біз үшін кім жасай алады? Мен мұны келесі кездесуде түсіндіремін, деді Трумф ханым. Бүгін біз көп нәрсені білдік. Тіпті банкке ақша салып үлгердік. Келесі жолы мен кез келген баланың акциялардан түскен пайдаға олар туралы ештеңе білмей-ақ қалай қатыса алатынын айтамын. Марсель қатты наразылық білдірді. Ақылды кәсіпкер ретінде мен ақшамның банкте болғанын қаламаймын. Бұл ешқандай пайыз әкелмейді. Кемпір күлді. Сен маған ұнайсың. Сен пайда табуға ниеттісің, өйткені сен мұны жасай аласың. Өйткені біз назар аударатын нәрсе жақсы. Демек, біз дереу ақшамызды салуымыз керек пе? Деп сұрады ол. Жоқ, Трумф ханым қарсылық білдірді. Ақшаны бірден салудың қажеті жоқ. Алдымен сен не істеу керектігін білуің керек.
Содан кейін инвестиция салуың керек. Біз инвестициялауға кіріспес бұрын да мен саған ақша салудың бір тапқыр түрі туралы айтқым келеді. Сонымен қатар, мен саған осы мәселе бойынша құжаттар дайындағым келеді. Мәселе мынада. Бір әдіс балаларға ұнайтын барлық фирмаларда меншік үлесі бар. Мен Макдональдсты және Кока-Коланы жақсы көремін, дедім мен бірден. Ал маған Лего ұнайды, деп айқайлады Моника. Бұл жағдайда мен сендерге осы және басқа да фирмалардың тең иесі бола алатынымды көрсетемін, деп уәде берді Трумф ханым жұмбақ түрде. Бәріміз ертең кездескеніміз дұрыс деп келістік, бірақ Трумф ханым құжаттарды дайындау үшін бірнеше күн сұрады. Сондықтан ақша сиқыршылары 5 күннен кейін жиналуға шешім қабылдады. Жалғасы бар.